Ақылды баланы мына үлкендердің тарапынан жасалатын қиянаттан қорғау керек. Жалпы 5-6 жастағы баланың уже қаншалықты ақылды екенін, қаншалықты саналы екенін, ол баланың қаншалықты әділ екенін, бойында қандай мінез құлық басым екенін және болашақта қай жерге дейін баратынын, қай жерден шығатынын бағамдай беруге болады екен. Мен оны өзім соны байқадым. Ол үлкендер, туған туыс, көрші қолаң, жалпы баланың деңгейін байқамайтындай ақымақ емес, подсознательно бәрі байқайды. Ол 5-6 жасында баланың уже бүкіл мінез құлқы болмысы байқалып тұрады негізі. Үлкендер соны подсознательно байқайды, және ақылды бала болса, ол алғыр, ширақ, пысық, ақылды, әділ, жаңағындай ненің дұрыс екенін, ненің бұрыс екенін былай интуитивно біліп, мынау дұрыс емес, мынау солай емес, мынау былай деп сөйтіп бала өзінің көзқарасын айтып, пікірін айтып, кішкене көнбей тұрса, яғни үлкендердің манипуляциясына көнбей тұрса, мына үлкендер сол баланың өте ақылды екенін бірден байқайды. Содан кейін бұлардың тарапынан қиянат жасалады. Ол қалай? Мысалға балаға манипуляция жасаған үстіне манипуляция жасайды. Ол былай емес па, ол былай емес па деп, яғни баланың ойына күмән күдік салады. Бала не нәрсенің дұрыс емес екенін, не нәрсенің бұрыс екенін біліп тұрады, түсініп тұрады интуитивно. Бірақ үлкендер соны манипуляция жасайды. Ой, былай емес па, былай емес па, былай емес па деп күледі. Бұның жаңағындай баланың ана шын пейіліне, көңіліне жаңағындай давление жасайды, эмоциясымен ойнайды. Сол арқылы манипуляция жасайды. Оны не себепті жасайды? Үлкендер мына подсознательный қызғаныштың себебінен жасайды. Өйткені олар өздері реализация болмады, өмірде көп нәрсеге қолы жетпей қалды, өздері балшықта қалып қойды, батпақта қалып қойды, қателесті, қателерін жөндей алмады, күнәларын тазалай алмады, жуып шая алмады. Яғни қалай болса солай әйтеуір өмір сүрді, өмірлеріне көңілі толмады, батпақта қалып қойды. И мына баланың, жаңа буын өсіп келе жатқан баланың алғыр екенін, алысқа кететінін, мыналар сияқты батпақта қалмайтынын біледі. Сондықтан мына баланы өздерінің батпағынан шығармау үшін подсознательно қызған, оны әдейі істемейді. 5-6 жастағы балаға әдейі істейтіндер де бар, әдейі істемейтіндер де бар. Бірақ қандай әдейі істесін, әдейі істемесін, подсознательный қызғаныштан жасайды қиянатты балаға. Яғни бұл баланың да сол өздерінің ескі соқпағымен жүргенін қалайды, өздерінің батпағынан алысқа ұзап шықпағанын қалайды. Бұлар өздері қалай өмір сүрді. Мына балалардың да сол өздерінің үйірінен дейді ғой, өздерінің тобынан алысқа кетпегенін, өздері қайталаған жолды қайталағанын, өздері сүрген өмірді баланың да сүргенін қалайды. Яғни бала мыналардың шеңберінен шығып кетпеу керек қой. Сол үшін олар балаға манипуляция жасайды, жаңағы дұрыс нәрсесін бұрыс дейді, көкейіне күмән салады, ойына күдік салады, сезіммен ойнайды. Сондықтан ата-аналар құрметті, егер 5-6 жаста алғыр, өте ширақ, пысық балаларыңыз болса, мына үлкендердің тарапынан жасалатын қиянаттан қорғаңыздар. Балалардың влияниесінен, үлкендердің влияниесінен, ықпалынан қорғаңыздар. Ол қиянатты әсіресе туған туыс көп жасайды. Өйткені ешқандай туған туыс жақынның баласының өз баласына асып кеткенін қаламайды. Ол көзіңізше қиянат жасамауы мүмкін, бірақ сіз жоқ жерде қандай сөздер айтады, баланың эмоциясымен ойнайды, не істейтінін балаға білмейсіз ғой. Бір қарағанда қатты қиянат жасамауы мүмкін, бірақ подсознательно қызғаныштан олар қиянатты балаға көп жасайды. Сондықтан баланың бәрін қорғау керек. Ата-ана мықты болу керек қой. Әсіресе ақылды балаларды аяғынан шалмай, мына кісілердің қиянатына бермей, дамуына жағдай жасау қажет. Оны енді біреулер мойындайды, біреулер мойындамайды. Бірақ мына үлкендердің, туған туыстың, көрші қолаңның жалпы жасалатын қиянат, тарапынан балаға жасалатын қиянат өте көп, және ол ерте жастан басталады. 5 жастан 6 жастағы балаларға да подсознательный қызғаныштың себебінен өте көп қиянат жасайды.